Енді мен қазір дұрыс-бұрыс ойын ойнаймын. Бізде 604-ші есеп. Тұжырымдарды біртіндеп оқимын. Тұжырым дұрыс болса қимылдамай отырасыңдар, қате болса орындарыңнан тұрасыңдар. Ал енді біріншісі, көздеріңізді жұмамыз. Бір саны өзіне өзі кері сан. Дұрыс па? Дұрыс, молодец. Бәрі отыр. Екінші, өзара кері екі санның көбейтіндісі бірден кіші болуы мүмкін. Өзара кері сандардың көбейтіндісі бірден кіші болуы мүмкін. Енді түсінді, я? Яғни, ол бірден кіші болмайды, бірге тең болады, дұрыс па? Қате жазып қойып мына жерде. Үшінші, отырып жайғасып алыңдар. Нөлге бөлуге болмайтындықтан нөл санына кері сан жоқ. Сен қалай көріп қойдың? Көзіңді ашып жердің ғой. Өз-өзіңді ұстап бердің ғой. Так, қайтадан. Санды нөлге бөлуге бола ма? Болмай ма? Болмайды, я? Санды нөлге бөлуге болмайтындықтан нөл санына кері сан жоқ. Дұрыс айтады. Енді кез келген санға кері сан бар. Ал енді сұрақ, қандай санға кері сан жоқ сонда? Өте жақсы, я? Жарайсыңдар, молодец. Нөлден басқа кез келген санға кері сан бар. Дұрыс болса отыра береміз. Ал енді келесі, өзара кері сандардың көбейтіндісі бірге тең. Тыңдаңдар, өзара кері сандардың көбейтіндісі бірге тең. Қате ма? Өзара кері сан. Шатасып кеттіңдер ма дейді. Дұрыс қой, өзара кері сандардың. Шатасып қалдыңдар, кішкене бірінші рет ойнағандықтан. Жақсы, жарайсыңдар, молодец, молодцы.